Арма ағайын, жер жүзіндегі халықтардың бәрінің де түрлі мейрамдары бар. Шығыс халықтарының сонда ерекше мейрамдарының бірі Наурыз. Дәстүрімізге айналған ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Қымыз қазақ халқының ұлттық сусындарының бірі. Ата-бабаларымыз өзге ұлттық тағамдарға қарағанда қымызды ерекше ықыласпен әрі арнайы дайындау тәсілімен әзірлеген. Қымызды бие сүтінен дайындайды. Ол өзге төрт түліктің сүтіне қарағанда денсаулыққа пайдалы әрі шипалы саналады. Қымыз жылқы малының ашытылған сүті. Ол үшін жылқы терісінен тігілген немесе тобылғысының ысы сіңген саба, күбі деп аталатын ыдыстар пайдаланылған. Осылайша қымыз қорын жинаған. Бұл қорды ағаш күбіге салып сақтаған. Зерттеушілер мұндай қорды ашытқы деп атайды. Ашытқы арқылы жаңа сауылған жылқы сүті, яғни саумал, қышқыл дәмге ие болып, қымыз болып шығады. Қымызды майлы әрі дәмді болып шығу үшін жылқының сүр қазысы немесе жаясы пайдаланылған. Ашытылған қымыздың өзінің майы сусынның бетіне қалқып шығатын болған. Қымыздың қорын жинау үшін күбідегі сусынды пісіп, келесі күні саумалмен бірге араластырылған. Сонымен бірге қымызды пісетін сабақ мен күбіні аптасына бір рет жуып отыруға кеңес беріледі. Қымызды ата-бабаларымыз құрметті қонаққа келгенде дастарханға ұсынып, келген мейманға сый құрмет көрсеткен. Ұршық ғасырлар бойы қазақ әйелдері қолданған қолөнер құралы. Онымен қойдың жүнін иіріп, жіп жасау арқылы тұрмысқа қажетті бұйымдарды жасаған. Ертеден келе жатқан осы өнерді ұмытпаған апалар, отбасының ұйытқысы болып отырған нәзік жандылар ортамызда әлі де бар. Ұршық негізі 3 бөліктен құралады. Олар ұршықтың басы, сабы және мұрындығы. Ұршықтың басын тығыз ағаштан ойып, жұмсақ тастан қашап, қорғасынан дөңгелетіп құйып жасайды. Ұршық басының ауыр не жеңілдігі иірілетін жіптің жуан жіңішкелігіне сәйкес болуға тиіс. Бесікке салу нәрестені алғаш бесікке бөлеу рәсімі. Бесікке саларға шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын жол жаралғысын ала келеді. Баланы алғаш бөлеу үлгі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Ол өзінен басқа тағы 1-2 келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Сәбидің әжесі не шешесі түбектің тесігінен балаларға тәтті үлестіреді. Осыдан кейін бесікті отпен аластап баланы бөлейді. Бесікке салған әйелдерге көйлек, жаулық сияқты сый тартылады. Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың үбірлі шүбірлі болуына тілектестік білдіреді және бесік жыры айтылады. Күлімдеген шуақты көктеммен бірге қазақ даласына жер әлемді жайнатып, әнші құстарды сайратып, Наурыз тойын тойлатып жаңа жыл келеді. Ендеше той құтты болсын, ұлы сон болсын, ақ мол болсын, ұлы мереке сіздерге тек жақсылық әкелсін.